Желіде әнші Жанар Дугалованың зорланып тоналғанын көрсететін бейнежазба тарады. Видеода оның белгісіз жігітке шыңғырып айғайлағанын байқауға болады. Видеода әншінің қоқыс алаңында ес-түссіз жатқанын көруге болады. Көп ұзамай есін жиған ол жанында тұрған ер адамға қарап шыңғыра бастайды. Тіпті мені зорладың деп те айып тағады. Жанар Дугалова кинода зорланды деп жазылған бейнежазбаға. Жазбаға қарап ол көріністің кинотуындыдан үзінді екенін түсінуге болады. Десе де желідегі жұрт оның бұл әрекетіне түрлі пікірлерін қалдыруда. Бірі дым шеберлік жоқ, құр шыңғырғаны болмаса деп ойын жатса, енді өзгелері қандай фильм екенін сұраған. Еске сала кетейік, Экспресс-ка бұған дейін Жанар Дугалованың Алматы қаласының экс-әкімі Бауыржан Байбекпен көңілдес деген әңгімеге ашық жауап бергенін жазған болатын. Ал сіздердің Жанар Дугалова туралы ойларыңыз қалай? Комментарияға жаза кетіңіздер. Видеоларым қызық болса, маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видеоны міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.